Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика пәнінен сабағымызды бастаймыз. Біз бүгін 125-ші сабақ заттардың орналасуы жергілікті жердің планы тақырыбында сабақ өтеміз. Сабағымыздың мақсаты фигураның белгісіз қабырғасын оның периметрі мен белгілі қабырғалар арқылы табу. Балалар, бүгінгі сабағымыздағы сіздердің мақсаттарыңыз менімен бірге қайталаңыздар. Мен заттар мен фигуралардың орналасуын анықтап үйренемін. Жарайсыздар балалар, ендеше бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Бірінші тапсырмада ненің қайда орналасқанын айт дейді. Балалар, қарайықшы. Бұл суреттердің ішінде жануарлар, адам, үй бар, иә? Енді олардың қайда орналасқанын айтыңдар. Мысалы, аю А3 шаршыда орналасқан, яғни А қатарының номер 3-ші шаршысында аю орналасқан. Келесі, А қатарының 1-ші шаршысында не орналасқан? Тастар бар, иә? Ал А қатарының 2-ші шаршысында шыршалар бар. А қатарының 3-ші шаршысында аю бар. А қатарының 4-ші шаршысында шырша бар. А қатарының 5-ші шаршысында қайтадан тастар бар. А қатарының 6-ші шаршысында үйлер бар. Солай ма, балалар? Ендеше басқа Б, В қатарларында орналасқан заттарды осылайша маған аудиозаписпен айтып жіберіңдер. Келесі екінші есепке қараймыз. Екінші есепте бағбан әр гүлзарды жеке-жеке қоршамақ болды. Оған ұзындығы қандай қоршау дайындау қажет деп ойлайсыңдар? Мысалы, балалар, гүлзар дегеніміз ол гүлдер отырғызуға арналған кішкентай жерлер, яғни кішкентай бақтар, иә? Ол жерлерге тек қана гүлзар отырғызылса, ол гүлзар деп аталады. Енді қараңдар, бұл фигуралардың қай түріне жатады? Кеңістіктегі фигуралар ма, әлде жазық фигуралар ма? Қалай ойлайсыңдар, балалар? Дұрыс айтасыңдар, балалар, бұлар жазық фигураларға жатады. Ендеше, балалар, фигуралардың периметрін табу үшін мына формуланы қолдануларыңа болады. П тең А қосылған А қосылған А қосылған А. Яғни, барлық қабырғаларын бір-біріне қосу арқылы біз әрбір фигураның периметрін табады екенбіз, иә? Ендеше, бірінші гүлзарға қарайық. Бірінші гүлзардың ұзын қабырғасы 5 метр, иә? Ал ені 3 метр екен. Ендеше, 5 метр мен 3 метрді қосамыз. Оған тағы да 5 метр мен 3 метрдің қосындысын қосамыз. Сонда бізде 5 пен 3-тің қосындысы 8-ге тең. Қайтадан 8 пен 5-тің қосындысы 13-ге тең. 13 пен 3-тің қосындысы 16-ға тең екен. Сонда бірінші гүлзардың ұзындығы 16 метр екен, е? Яғни, бірінші гүлзарды қоршау үшін 16 метр ұзындықта қоршау дайындау қажет екен. Енді қалған гүлзарларға қанша метр ұзындық қажет? Соларды есептеп, периметрін осы үлгі бойынша табамыз. Келесі үшінші есепке назар аударамыз.
өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап дейді балалар. Үшінші есепте бізде ортада қосылған 57 деген сан беріліп тұр, солай ма? Ендеше қосылған 57 санына айналасындағы сандарды қосамыз. Яғни мына үлгіге қараймыз. 41 мен 57-нің қосындысы мәнін табамыз. 8 мен 57-нің қосындысы. Дәл осылай басқа сандарды қосып, олардың мәнін табамыз. Келесі азайтуға қараймыз. Азайту 9 дейді. Балалар, бұл жерде мысалы 100 азайтылған 9 мәнін табамыз. 68 азайтылған 9. Дәл осылай қалған сандарды да азайтып шығамыз. Яғни қалған сандардан 9-ды азайтып шығамыз. Балалар, үй жұмысына тиімді тәсілмен есепте деген 5-ші есепті аламыз. Балалар, тиімді тәсілмен қалай есептейміз? Естеріңізге түсіреміз. Мына мысалды айтып өтейін. Мысалы, 45 пен 38-дің қосындысына 5-ті қосып, оған тағы да 2-ні қосқан. Балалар, бұл тиімді тәсіл ме? Жоқ, бұл тиімсіз тәсіл. Бізге тиімді тәсіл бұл жерде 45-ке 5-ті қосып аламыз. Сонда бізде 50 болады. Одан кейін 38 бен 2-ні қосып аламыз. Сонда бізде 40 болады. Сонда 45 пен 5-дің қосындысына 38 бен 2-нің қосындысын қоссақ, мәні 90-ға тең болады екен. Осы үлгіні пайдалана отырып, басқа есептерді дәл осылай тиімді тәсілмен есептеп шығарамыз.